Бұл әңгімені бала күнімде әкем жарықтық айтып беріп еді. Ертеде біздің елде қысы-жазы ел кезіп жүретін зағип ақсақал болды. Иығына асып алған дорбасы мен қалақтай ғана қара домбырасы болатын. Су қараңғы жанның қолындағы жалғыз таяқпен төңіректі түгел шарлап, соқтық балы соқпақсыз жерлерден қалайша жол тауып жүретіндігіне қайран қалатынбыз. Бірақ жарықтық елге сыйлы еді. Барған жерінде күй тартып, не бір аңыз әңгімелерді айтып, халықты рухани азыққа қарық қылып кететін. Осы тірлігіне бола ел оны соқыр кезбе деп атап кетті. Ақсақалдың азан қойып шақырған есімі Байырхан болатын. Мен 15-тен 16-ға қараған бозбала шағым. Әкем колхоздың қойын бағатын. Маусым айының жанға да, малға да жайлы күндерінің бірінде әдеттегідей қой бағып жүредім. Кенет қарсы беттегі бөктерге таяп қалған отардың алды дүр етіп үркіді. Дәуде болса ұйтқыш шығар деп солай беттей бергенімде арғы жағынан жаяу адамның қарасы көрінді. Бұл кім болды екен деп ойлап үлгергенімше жанымнан екелі қалмайтын тазы итім үре бастады. Иттің даусын естіген әлгі кілт тоқтап қалды да, даусын созыңқырап, «Ассалаумағалейкум, малжан аман болсын» деп сәл еңкейіп ізет білдірді. Қарасам, ел аузындағы соқыр кезбе екен. Үлкен кісі болған соң қасына барып, өзімде сәлем бердім. Бір-бірімізді бұрыннан танитын жандардай қауқылдасып, амандық саулық сұрасып жатырмыз. Әкемді танитын болып шықты. Сыртынан қанша естігенім болмаса, бұл кісіні көргенім осы. Түс әлеті болып қалған. Ақсақал екеуміз асықпай отырып түстендік. Шешемнің күн ұзақ, қарның ашады деп салып берген азығы мен торсыққа құйған қою айраны екеумізге артығымен жетті. Шамасы жолдан шаршап кеп, ішкен тамақ аш өзегіне түсіп кетті ме, Байырхан ақсақал аздан соң астына төсеп берген бөстекке жан тайған қалпы көз ілініп кетті. Мазасын алмайын, әрі бытырай бастаған малдың бетін бері қайырайын деген оймен атымды жетектеп төмен құлдилап кеттім. Қайтып оралсам, ақсақал ояныпты. Көрмесе де айналадағының барлығын көкірекпен ақ сезіп, байқап отырғандай сезімі сергек. Бет қақпай, әбден тозған қолындағы қара домбырасымен әлде бір зарлы күйді күңірентіп отыр екен. Менің келгенімді сезсе де, күйін бұзбайын деді ме, иегімен нұсқап отыр деген ишара жасады. Бұрын соңды естімеген әлгі күйдің төменгі сағағын екі қайырып барып тоқтаған қария әлдене есіне түскендей деп терең күрсінді. Төрткүл дүниеге нұрын шашқан күн жарықтық, мазаны алардай ыстық та, салқын да емес, тамылжыбақ тұр. Осы сәтте әлгінде ғана күмбірлеген домбыра үнімен бәсекеге түскендей, қырық бойындай ғана қашықтыққа көтерілген бозторғай құй-құлжыта жөнелді. Жаратқан Алланың шеберлігі ай десеңші, кіп-кішкентай қанаттарын тынымсыз қағып, бір орыннан қозғалмай ән салып тұрған титімдей құс, енді бір сәт менің де өнеріме тәнті болыңдар дегендей барын сала сайрайды. Бір апта бұрынғы жауыннан кейінгі қалы кілемдей құлпыра түскен құр гүлін жайлап өскен самал тербеп қояды. Шынтақтап жатқан қария бір тал гүл шөптің сабағын жұлып ап, мейірлене иіскеді. Содан кәдімгі жанары бар адамға ұқсап, айналасына барлай отырып, жарықтық, ата-бабаларым-ай, осы бір қасиетті далаға қаның мен теріңді төге жүріп, ұрпағыңа аманаттап кеттің-ау. Қасиетіңнен айналайын туған далам. Сен болмасаң, мынау шексіз жаһанның қай түкпірінде тіртінектеп жүрер едім. Тәубә, тәубә, абайсызда сүрініп жығылсам да, сенің мынау келі топырағың
төсеп қойған мақта ғой, мен бейбағың үшін деді. Естілер естілместей ғана даусы жарықшықтанып. Мен осы кезде ғана ақсақалдың дидарына зер салып қарадым. Бет-әлпетінде сау тамтығы жоқ, тыртық-тыртық. Оң жақ құлағының жарымын біреу жұлмалап жұлып алғандай. Екі көзінің бірі мүлде жұмылып, екіншісі сәл-пәл сығырайып тұрғаны болмаса, әріде шүңірейіп кеткен. Ұзақ қарауға дәтің шыдамайды екен. Менің тесіле қарағанды сезіп қалған сұңғыла қарт. Балам, бұл атаң не көрмеді дейсің. Адам тірі жүрген соң, Алла тағала басына не салса да, көруге, көнуге, шыдауға мәжбүр болады екен деді. Мен ұрлығы әшкере боп қалған жандай қысылып, екі бетім ду ете қалды. Сосын балалық па, болмаса бойымдағы әлде бір қызығушылық биледі ме? Ата, сіз жайлы, сіздің тағдырыңыз жайлы, әркім әр қалай айтып жүреді. Менің қылығым өрескел болар, дегенмен ренжімесеңіз, өзіңіз жайлы әңгімелеп бересіз бе? Егер ескі күндерді есіңізге түсіру сіз үшін ауыр болса, қолқамды қайтып алайын дедім. Батылдан қыранып, ақсақал ештеңе естімеген жандай, үнсіздіктің тұңғиығына шомып, тырс етпей отырып қалды. Тіпті қасында орынсыз қолқа салып отырған мені ұмытып кеткендей. Мен сұрауын сұрасам да, іштей, япыр-ай, мынау мәбестік болды ау. Онсыз да жаны жаралы адамның көкірегіндегі ескі жарасын тырнағандай болдым ба, деп қипақтай бастадым. Арада орнаған үнсіздікті анадайда жайылып жүрген күрең бестінің пысқырығы бұзды. Ақсақал бәрін көріп отырған адамдай, тағы да ат пысқырған жаққа мойнын бұрып қарап қойды да, менің ішкі ойымды оқыған адамша: ешқандай әбестігі жоқ, шырағым. Өзің бір жөн білетін, сөз парқын бағалай білетін балаға ұқсайсың. Мен бірін соңды, өзім жайлы да, су қараңғы боп қалған көзім жайлы да, аса ешкімге тіс жарып көрмеген едім, деді де, әлденені есіне түсіргендей, тағы да біразға дейін үн-түнсіз отырып барып, әңгімесін бастап кетті. Менің әкем орташа ғана тірлігі бар, құралайды көзге атқан мерген, бүркіт ұстап, ат баптаған аса саятшыл адам болыпты. Бірде мына Сайхан тауының биік шыңдарының бірінен бүркіттің ябасарын байқап қалады. Содан көк еркесіне есі кетіп, күндердің күні балапанын алып, баулымақ ниетпен бүркіттің ұясына түседі. Бүркіттің ұясына түсу еріккеннің ермек емес, балам. Оның өзімдік әдіс айласы, қулық сұмдығы мен машақаты, қауіп қатері толып жатыр. Бір сәтте мүлк етсең, сүйегің сонау құздың етегінен жерге жеткенше күлге айналады. Ондай қатерге ептілігі иненің көзінен өтетін, әрі қарулы, әрі өжет жігіттің жігіті ғана басын тыя алады. Әкемнің сондай машақатпен алған балапаны аса алымды, нағыз құнды балық боп шығады. Айналасына 2-3 жылда сол маңдағы түлкіден түлкі, қасқырдан қасқыр қоймапты. Әкемнің бүркіті жайлы әңгіме ел ішіне аңыз боп тарай бастайды. Жолыққан жерде қолқалаушылар да, қызғана қараушылар да көбейеді. Ақыры бұл әңгіме сол өңірде аты шыққан Есімбек деген байға да жетіпті. Бір күні бай қасына нөкерлерін ертіп әкеме келіпті. Ол кезде әкемнің 30-да орда бұзар шағы. Есімбек өз заманының аса ауқатты адамы болса да, өзге байлар секілді озбырлығы жоқ. Маңайындағы жетім жесірлерге де қолы ашық, жүйрік ат баптап, саятшылдық десе ішкен асын жерге қоятын серілігі бар жан екен. Әкемнің арнап сойған малына батасын жасап, дастархан басында күй тыңдап, әңгімелесіп отырған Есімбек
Сөздің орайы келгенде, ей Нағымбай, сен маған қарағанда әлде қайда жас емессің бе? Әрі бүркіттің баласын алуда тәжірибең бар. Бұйырса келер жылы тағы біреуін аларсың. Мен саған 2 құлынды бе, 5-10 саулық берейін. Сен анау қызыл көзіңді маған қи деп қолға салады. Әкем әуелде балапаннан баулыған қыранын бергісі келмей, біраз бұлтаққа салса керек. Бірақ қазақта жоқтық не жегізбейді, тоқтық не дегізбейді деген сөз бар ғой. Әрі қай заманда болмасын, күштінің арты диірмен тартатыны белгілі. Есімбектің шамырқанса, берсең қолыңнан, бермесең жолыңнан деп белден бірақ басарында, және оған еш қайран қыра алмасын да сезген қолы қысқа әкем, ақыры бала жағаның қамышын деп көнген көрінеді. Қолына қыранның қондырған Есімбек әкеме риза боп аттанады. Сосын уәдесінде тұрып, көп замай айырбасқа аттаған малдарын жеткіздіріп беріпті. Содан әкем келер жылы ерте бастан дайындалып, сәтін салғанда өткендегі қыранның тағы бір балапанын алады. Жарықтық, тектілігі сонша, бұл жолы да жалғыз жұмыртқа басып шығарыпты. Алайда бұл жолы Ябасар мен аталық қыран 2 жақтап шабуылға шығып, шың басында жүрген әкемді жазым ете жаздапты. Әйтеуір қолындағы қамшыменен жан таласа, қорғана жүріп аман қалған көрінеді. Сондағы Ябасардың ұясына таяп кеп шыңқылдаған үні мен қанталаған көзі әлі күнге дейін есімнен кетпейді деуші еді Жарықтық. Әкем бұл балапанды да бабына келтіріп баптап, бағып, қаға бастайды. Негізі бүркіт жұмыртқасын қыс айында шайқайды. Бір қызығы, сол жылдың ақпан айында қыранның балапанымен қатар мен де дүниеге келіппін. Әкем ат шаптырып той жасамаса да, маңайындағы туыс туған жақын жекжатқа шілдехана тойынан дән таттырып, маған азан шақырып ат қойғызады. Өзі қалыптасқан дағды бойынша қыранын баулып, аңын аулап дегендей қоңыр тіршілігін кеше береді. Күндердің күнінде бұрын соңды ел естіп көрмеген оқыс оқиға болыпты. Осылай деп терең күрсінген ақсақал тағы да бір шама үнсіз қалды. Сосын бойын түзеңкіреп ап, үзілген әңгімесін жалғастырды. Жаз айы болса керек. Күн 2-ден ауған шақта, ойбай әкетті деп баж ете қалған әйел адамның ащы даусы он шақты үйлі шағын ауылды аяғынан тік тұрғызады. Иттер абалап, жұрт шулап, әлгінде ғана жай бірақат жатқан ауыл әп сәтте азан қазан болып шат шәлекей шығады. Абырой болғанда әкем сол күні ғана жолдан келген екен. Шулаған ел ауылдың іргесінен ағып жататын шағын өзеннің жағасында есінен танып жатқан анамның басын көтеріп, бетіне су шашып, есін жиғызады. Не болғанын өзі де ұқпай, тілі байланып қалған қайран анам, 2 көзі шарасынан шыға аспанға қарай беріпті. Бұл сонау көктен не іздеп жатыр деп аңтарылған көпшілік көкке көз жүгіртсе, көз жетері биіктікте ауылдың үстінен айнала ашып жүрген бүркітті байқайды. Бауырында қарайып бірдеңе көрінетін секілді. Осы сәтте сонау көктен шырқырай жылаған жас сәбидің, яғни 6 айға енді ғана толған менің даусым естіледі. Есі шыққан ел астапыралла десіп, япырай, енді не болар екен? Ана биіктен баланы тастап жіберсе қайтеміз деп, әлгі жерде қолдарынан келер қайрандары жоқ. Тұрған жерлерінде сеңбей соғылыпты. Айдың күннің аманда алақандай ауылды, алатаудай бүлдірген көк тағысы кедей ауылын тағы бірнеше мәрте айналыпты да, шың құздары көз ұшында мұнартып жатқан
Сайхан тауын бетке алып ұзай беріпті. Осы сәтте әуелде не боп, не қойғанын түсінбей, абдырап қалған әкем жалма-жан атына қарай жүгіріпті. Ол шошаладан шапшаңдатып, керек жарағын алып, белдеудегі бәйге жиреніне міне сала, баласын бүркіт әкеткен бақытқа тура шабады. Есі шығып, есеңкіреп қалған ел шулап, шыңғырып қала береді. Осыған дейін 2 мәрте балапанын алдырған бүркіттің ұясына жеткенше әжептәуір жер. Дәуде болса, бұл көк тағысының маған қайтарған кегі болар. Атаңа нәлет, бейкүнә сәбиімді ұясына апарып, паршалап тастамаса жарады. Тым болмағанда баламның сүйегін алып қайтарымын деп, өз-өзіне жігері берген әкем, бүркіт ұя салған жанама жартастың түбіне келгенде қас қарая бастайды. Содан өзінің бұрыннан қолданып жүрген тәсілі бойынша таудың ту сыртынан айналып отырып, түннің бір уағында өлдім талдым деп, бүркіт ұясының дәл үстінен шығады. Көзге түртсе көргісіз қара түнек, тау тасқа өрмелеу оңай ма? Сөйтсе де қол аяғын тасқа тілдіріп, үсті басының дәл даласы шыққан әкем бір мәжеге жетеді. Енді шаруа мұнан да қиын. Қиыннан бұрын аса қатерлі. Өйткені бүркіттің ұясы әкем отырған шың басынан төмен қарай 40 бойында екен. Оған түсу үшін таңның атуын күтпесе болмайды. Белге байлаған арқан тасқа қажалып, үзіліп кету қаупі де жоқ емес. Амалы құрып, әбден сілесі қатқан әкем байқұс, әр ойдың бәсін бір шолып отырып, жартасқа сүйенген қаупы қалқып кетсе керек. Кенет бүркіттің ұясынан шар еткен сәби үнін естіп, өз құлағына өзі сенбей қалады. Бірде тына қап, енді бірде қолдаяққа тұрмай шырқыраған бала үні, махым сауыр Сайхан тауларының шың құздарын жаңғыртыпты. Әлде қашан өлдіге санап, күдерін үзіп қойған сәбиінің үнін дәл жанынан естіп, аза бойы қаза болған әкем таңның атуын күтпестен нар тәуекелге басып, ұяға түспекті ойлайды. Бұл жолы қыранның емес, ұяда өлім мен өмірдің арасында жатқан өз балапанын алу үшін. Беліндегі арқанның бір ұшын шың басындағы діңі жуан шынардың түбіне, ал екінші басын беліне мықтап байлап ап, бір Аллаға сеніп, білетін дұғасын оқып әрекетке көшеді. Бұл уақытта жаздың қысқа таңы да құлан еттене бастайды. Ұясына түсіп келе жатқан адамды көрген бүркіт ұшып кетеді. Әкем ұяға түсіп, бет аузында сауыт тамтық жоқ, қан жоса болып қансырап, үзіліп кетердей болып, әзер-әзер демалып, есінен таңып жатқан балапанын бауырына басып, отыра қап еңкілдеп, ұзақ жылайды. Қазақ су ішкілігі бар дейді. Менің мына дүниеден татар дәмім бар екен. Әйтпесе, бүркіт қалақтай ғана баланы қанды шеңгелімен сағымдай салса, немесе сонау көктен тастап жіберсе, сол жерде жан тәсілім етпеймін бе? Дегенмен шеңгелін салған жердегі 6 қабырғам сынып кетіпті. Бүркіт алып кеткен 6 айлық баласын бір тәуліктен соң тірідей үйіне алып келген әкемнің қайсарлығы мен табандылығына жұрт қайран қалған көрінеді. Осы оқиғадан соң әкем бүркіт баулығанды сап дейіп, ендігі жерде аңдып жүріп, қыранды атып өлтірмекті ойлайды. Бірақ түйсігі әлденені сездірді ме? Болмаса кегін қайтарған соң, қайырсыз мекеннен басқа жаққа кетуді жөн санады ма? Ұя басар, бұл маңға қайттан көрінбепті. Содан бері арада аттай 62 жыл өтсе де, ойымнан бүркіт неге мені бірден өлтіре салмады
Әлде іштен шыққан балапанын қанаты қақпай жатып қайта-қайта қолды ете берген қаскөйге саналы түрде қайтарған кегіме. Болмаса, адамзат баласына керек бала, Құсекеш, құсқа да керек екендігін сабақ алсын деді ме екен деген сұрақтар санамнан бір сәт шығып көрген емес деп Байырхан ақсақал әңгімесін аяқтады. Зағип ақсақалдың әңгімесін мен ғана емес, айналадағы тіршілік атаулы үйіп тыңдағандай бір сәт өлі тыныштық орнады. Манағы бір әзірде домбырамен бәсекелесіп, құйқылжата ән салған бос торғай да көрінбейді. Мен не дерімді білмей, алдымда отырған адамның басынан өткен оқиға емес, әлде бір ескі заманның ертегісін естігендей, мең-зең күйде отырып қалдым деген еді әкем жарықтап. Әңгімелеуші атамыздың есімі Серік Құсанбаев.